Сәлем, бүгін табада шоколадты торт жасаймыз. Ең алдымен барлық құрғақ ұнтақтарымызды саламыз. Ұнымызды, какао, қант және қопсытқышты салып, жақсылап араластырып алыңыздар. Кейін үстіне 2 жұмыртқа жарамыз. Сүтімізді, майымызды және ас содасын сұспен сөндіріп, барлығын жақсылап араластырыңыздар. Қайнап тұрған суды құйып, тез-тез араластырып, сұйықтық жасап алыңыздар. Ысып тұрған табаға сұйықтығымызды құйып, тегістеп, бетін жауып қоямыз. 1-2 минутта дайын болады. Екінші жағын аударып, біз дайындап аламыз. Барлық корждарымыз дайын. Енді крем жасаймыз. Ең алдымен творожный сыр, қаймақ 33%, барлығын жақсылап араластырасыздар. Кейін үстінен біртіндеп сгущенка құйыңыздар. Оны жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын. Барлық корждарымыздың бетін жақсылап жағып алыңыздар. Бір коржбен шеттерін әсемдесеңіз болады. Тортымыз дайын. Сіздерге ас болсын.